сіздер мен ағатайлар, қарындастар, әпкелер, әжелер, аталар. Мен сіздерге мың алғыс айтамын. Ол неліктен десеңіздер, сіздер бізге қамқор болыңыздар. Және де мейірімділік танытыңыздар. Намаз оқыңыздар. Арақ, бәледен аулақ болыңыздар. Достар, сіздер арақ жей берсеңіздер, тозаққа кетесіздер. Ал сүт, мысалы, таза болсаңыздар, ол жұмаққа кетеді. Арақ темекінен қойыңыздар. Арақты іше бермеңіздер. Сосын, жастар, сіздерге айтарым. Сіздер кішілерді, аналарыңызды ренжітпеңіздер. Ешқашан. Аналарыңызға, әкелеріңізге тілек жасаңыздар, қуаныңыздар. Үйлеріңізге мол бақыт келсін. Ешкім ренжіген жоқ біз. Біз Алла тағаланың арқасында біз аман қалдық. Қуаныштымыз, қатты қуаныштымыз. Отбасымыз біз тәтті болды. Бүгін қадір түні сіздер тілектеріңізді тілей беріңіздер. Сол кезде біз қуанышты боласыздар. Біз тілекті тіледік жаңа ғана, сол тілегіміз бір орындалды. Менің бір тілегім орындалды. Менің бір тілегім орындалды. Менің де бір тілегім. Менікі бірақ бүгін ба, ертең ба орындалады. Достар, сіздер ешкімді ренжітпеңіздер. Әжелеріңізді, қарттар үйіне тастап кеткен әжелеріңізді алып келіңіздер, достар. Ондай болмайды, достар. Әжелеріңіз ауырады. Олар сізді асырады, бақты. Міне, қарттар үйінен ата әжелеріңізді алып келіңіздер. Олардың жүректері қатты ауырады, сіздерді ойымдап. Аналар өткені. Достар, сіздер мысалы қараңыздар, балалар үйіне аналар сізге айтарым. Сіздер балалар үйіне балаларын тастасаңыздар, онда оларды алып келіңіздер. Олар сізді қатты уайымдайды, жылайды. Сіздер сол үшін тозаққа түсесіздер, достар. Жұмаққа түсу болсаңыздар, таза болу керек, балаларын темекі, арақтан қорғау керек, бәрін жеңу керек. Қарттар үйінен әжелеріңізді аталарыңызды балалар үйлеріңізден балаларыңызға келіңіздер. Біз отбасымызбен тату-тәтті болдық.